азат болған құлдар өздерінің азат болғанын сезінбей, оларға сен құлдықтан құтылдың, ендігәрі құл емессің, ендігәрі біреудің алдында бүгежектеме деп сендіру ең қиынның қиыны депті. Тура осы тектес әңгімені Америка тарихында Абрахам Линкольн осындай бір құбылысты қоғамға келуіне себеп болды. Абрахам өзі Америка тарихындағы кеше сөйлеген, алдыңғы күнгі сөйлеген лекциямыздың басында айттық. Ол өзі ең кедей отбасынан шығып, Америка тарихындағы ең атақты президент болды. Вашингтонда қаланың қақ ортасында мұражайы қалған бірден бір президент сол. Енді мен айтайын деген. Сол оңтүстік пен солтүстік соғысты. Солтүстік өнеркәсіпті, халқы мол, әскері мығым болды. Оңтүстік құлдар иеленген, өнеркәсіп жоқ, негізінен ауыл шаруашылық, аграрлықпен айналысты. Сол құлдарды азат қылды. Ресми түрде екі жақтың соғысында келісім болды. Барлық құлдар азат болады. Құлдарға ендігар адам сияқты құқық берілді. Олардың жаңағы соттасу құқы, біреу жәбір көрсетсе сотқа беру құқы, мұрагерлік құқы, жер алу құқы бәрі болды. Әрбір құлға жер бөліп берді. Және олар армияға қатысатын болды. Олар сөйтіп қару ұстайтын болды. Олар сөйтіп қоғамның бір мүшесі болатын болды. Кәдімгі адам сияқты статус берді. Сөйтіп әрбір азат етілген құлға куәлік берді. Енді осы кезде Америка тарихында бейресми тарихтарда айтылатын бір таңғажайып оқиға болған. Жаңағы азат етілген құлдар бірнеше жылдан кейін кейбіреулері құл иелеріне қайтып келе бастаған. Себебі ол азат өмір сүруді білмейді. Ол азат өмір сүріп көрмеген. Гәп осында жатыр. Біздің қазіргі қазақ дәл сол Линкольн азат қылған қара зеңгі құлдар сияқты. Орыстың сасық қолтығынан басқа иіс иіскеп көрмеген. Дүниедегі ең жұпар иістің өзі орыстың қолтығының қолаңсасына жетпейді деп ойлайды қазақ. Қазақтың орысқа деген махаббаты орыстың орысқа деген махаббатынан миллион есе артық. Жер бетінде орыстың өзі орысты бейне қазақтың орысты жақсы көргендей жақсы көрмейді. Орыстың орысқа махаббаты қазақтың орысқа деген махаббатының қасында шаң қауып қалады. Бұл тап-таза құлдық. Орыстан айырылса өлі толғысап сезінетін бұндай құлдық сана адамзат тарихында Американың қараларында, қара зеңгілерінде болды, және біздің қазақта болды. Мен қазақтардың осы құлдық психологиясын түсіну үшін Американың қараларының тарихын зерттеп кеттім десем де болады.